Сәлем достар. Видео басталмай тұрып. Қызықты, әрі сирек кездесетін оқиғалар ұнайтын болса, арнаға жазылып, лайк басыңыз. Бұл бізге жаңа видеолар жасауға мотивация береді. Ендеше кеттік. 1971 жыл. Рождество мерекесі. Перуға бағытталған жолаушылар ұшағы аспанда ұшып бара жатқан. Барлығы өз отбасыларымен қауышуды армандап, сапардың сәтті боларына сенді. Бірақ олар бұл сапардың тарихтағы ең шокты оқиғалардың біріне айналарын білмеген еді. Бұл Джулианна Кьопке, 17 жастағы мектеп түлегі. Ол анасы екеуімен бірге ұшақта болатын. Бірақ дәл сол күні табиғат мінез көрсетті. Ланса 508 рейсі Перу аспанында ұшып келе жатқан кезде, кенеттен ұшақ найзағайға ұрынады. Аспанды тіліп өткен дауыл ұшақты екіге бөледі. Жолаушылар жан-жаққа ұшып түсті. Джулианна 3000 метр биіктіктен орындыққа байланған күйде құлап, тірі қалған жалғыз адам болды. Оның есін жиған жері Амазонка орманының қалың жапырағы еді. Денесі жараланған, бір көзі ісіп кеткен, қолы мен жауырыны сынған. Бірақ тірі. Үстінде жеңіл жазғы көйлек пен бір аяқ киім ғана бар. Қасында ешкім жоқ. Телефон, тамақ, дәрі-дәрмек те жоқ. Тек қалың ну орман мен тыныштық. 11 күндік тіршілік үшін күрес. Жас қызда орман жайлы білім аз болмаған. Оның ата-анасы биологтар еді. Осы біліммен ішкі күші оған аман қалуға көмектесті. Ол ұшақтың жанынан ағып жатқан шағын бұлақты көреді. Джулианна судың ағысымен жүрсе, адамдарға кезігерін біледі. Өйткені су әрқашан тіршілікке апарады. 11 күн бойы ол осы бұлақты бойлай жүреді. Құлаған, қансыраған, әлсіреген күйде. Жаңбыр суын ішіп, кейде жерде қалған тәттілерді тауып жеп, тірі қалуға тырысты. Кей күндері оны жәндіктер шағып, аштық мазалады. Бір қолындағы жараға құрттар түсіп кеткен. Бірақ ол мойымады. Алға жылжи берді. Құтқарылуы. 11 күні ол ескі лашық тауып, ішінде бензинге толы канистраны көрді. Анасы айтқан бір кеңесті есіне түсіреді. Құрт түскен жараны бензинмен тазартуға болады. Қыз өз жарасын өртегендей ашып, бірақ құрттардан арылды. Сол жерден оны орман шаруашылығының адамдары байқап қалып, құтқарушыларға хабар береді. Джулианна тірі қалды. Қорытынды. Ол аман қалған 93 адамның ішінен жалғыз адам болды. Ғалымдар да, құтқарушылар да таң қалды. Мұндай биіктіктен құлаған адам тірі қалуы өте сирек. Джулианна кейін зоолог болып, өмірін табиғатты зерттеуге арнады. Ол орманда 11 күн жалғыз қалғанымен өз рухының мықтылығын бүкіл әлемге дәлелдеді. Бұл оқиға адамның табиғатпен, тағдырмен және өліммен бетпе-бет келгендегі шын күшін көрсетеді. Сонымен бұл оқиға бізге бір нәрсені еске салады. Адам баласының өмірге деген құлшынысы, үміті мен табандылығы кез келген табиғат апатынан да мықты болуы мүмкін. Жабайы орманда жалғыз қалған жас қыздың 11 күн бойы берілуге қарсы тұрып, тірі қалуы бұл тек аман қалу емес. Бұл рухтың жеңісі. Бәлкім, әрқайсымыз бір күні өз орманымызға тап болармыз. Сол сәтте Джулианна сияқты жүрекпен, сабырмен және сеніммен алға қадам баса білсек, бізде өзімізді жеңе аламыз. Достар, қазақша контентті қолдап, лайк басып каналға жазылайық. Келесі кездескенше.